Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода қозы құйрық тағамын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Және де міндетті түрде комментарийге пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Қазір көктемнің уақытысы, қозы құйрықтар шығып жатқан кез. Балалар қозы құйрық теріп алып келген екен. Енді соны сіздерге дайындап көрсететін боламын. Өзіміздің дайындау жолымызда. Ең алдымен қозы құйрықтың шөптерін, шаң тозаңдарын осылай тазалап, іріктеп аламыз. Барлығын тазалап, дайындап болғаннан кейін қозы құйрықтың шаң тозаңын кетіріп 5-6 мәрте жуып тазалап аламыз. Осылай сумен шайып алуымыз қажет. Ешқандай кірі қалмау қажет. Міне 5-6 мәрте шайып алдық. Осындай тап-таза болып шығу қажет. Енді қазанды отқа қойып, қозы құйрықты салып, қозы құйрық батып тұратындай су құямыз. Қайнаған су болсын, салқын су болсын, бәрібір қайсысын құйсаңыздар да. Енді осының қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Қозы құйрық қайнады, 10 минуттай қайнатып аламыз. 10 минуттан кейін қозы құйрықты судан сүзіп аламыз. Енді қозы құйрықтың арасындағы үлкендерін майдалау етіп турап шығамыз. Келесі етімізді турап дайындап аламыз. Мен бұл жерде қазында қосып турап жатырмын, барынша дәмді болып шықсын деп. Еті турап болдық. Енді қазанды отқа қойып, сұйық май құямыз. Май қызғаннан кейін жуылған етімізді салып қуырамыз. Суы тартылғанша қуырамыз қызартып етті. Енді осының үстіне туралған пиязды саламыз. Пиязды 2-3 минуттай қуырамыз. Үстіне туралған сәбіз саламыз. Сәбізді де 1-2 минуттай қуырып аламыз. Үстіне туралған қозы құйрықты салып, бұны да 5 минуттай қуырып аламыз. Енді осының үстіне картошка саламыз. Картошкамызды жақсылап араластырып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Тұзы бір келке араласу қажет. Енді түбі күйіп жабыспасы үшін су құямыз. 1 стакан су құйдым. Қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін оттың астын пәсейтіп, 1 сағат бұқтырып аламыз. Міне тағам дайын болды. Ыдысымызға салдық. Енді дәмі деген қозы құйрықтың өте керемет болып шықты. Сіздер де осылай жасап, дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.